Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бақытжан Сағынтаевтың төрағалығымен үкімет отырысы өтті. Күн тәртібінде білім берудің өзекті мәселелері қаралды. Жиында Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев күн тәртібіндегі мәселе мен президенттің қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру жолдауында мектепке дейінгі және жоғары оқу орындарында білім беру сапасын арттыру туралы берген тапсырмаларын баяндады. Мәселені қарау барысында өңірлерде білім беру сапасын арттыру, инфрақұрылымды жақсарту, үш ауысымда оқытуды азайту және жаңа мектептер салу бойынша атқарылып жатқан жұмыстар туралы Түркістан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев та баяндама жасады. Селекторлық отырыста сонымен бірге аймақ басшысы біздегі мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды қамтамасыз ету 89,4%-ға орындалғанын жеткізіп, межеленген жоспарға жыл соңына дейін қол жеткізу жоспарланып отырғанын айтты. Қазіргі таңда өңірімізде 1368 балалар бақшасы болса, оның 564 мемлекеттік, 804 жекеменшік. Балапан бағдарламасы бойынша қолға алынған шаруаға жергілікті іскер азаматтар белсенді қатысып жатқан мәлімдеген өңір басшысы жыл соңына дейін 32 жеке балабақшаның пайдалануға берілетін жеткізді. Ал апатты және үш ауысымды жағдайдағы білім ошақтарының жағдай аясында жаңа жылға дейін үш апатты мектеп пен үш ауысымды мектептің мәселесі шешіліп, халық игілігіне берілмекші. Облыста жаңа айтып кеткендей күрделі жөндеуге байланысты 100% жұмыс атқарылды. Алайда қамтамасыз ету мәселесінде бізде өзекті мәселелер жетерлік. Өйткені жалпы биылғы жылдың өзінде бірінші сыныпқа 37 мың бала барып отыр. Былтырғы жылға қарағанда 8 мың бала артық. Ал 10-шы сыныпта балалардың саны былтырға қарағанда 12 мың балаға артық. Яғни бұл біздегі демографиялық жағынан өсім жағдайын ескере отырып, табиғи өсім жағынан бізде әрқашан жыл сайын осындай қиындықтар туып тұрады. Әрине, бұл мәселелерді біз шешуге өзіміз тарапымыздан күш салудамыз. Үкімет тарапынан беріліп жатқан қаржылардың негізінде көптеген мәселелер шешілуде.